Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге ең оңай сосиска в тесте әзірлеңіздер. Бізге 1 стакан жылы сүт керек және 1 стакан жылы су керек. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ашытқымызды қосамыз және де тұзымызды. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Оған сұйық май қосамыз. Мен 2 ас қасықтай сұйық май қостым. Және де илектен өткізілген ұнымызды қосамыз. Мен 2-3 бөлікке бөліп қосып араластырып иледім. Сіз де тура солай істесеңіз болады. Міне достар, осылай қамыры илеп қойдым. 40 минуттай күтеміз көтерілгенін. Менің қамырым көтерілді. Сіздер өздеріңізге ұнаған сосисканы қолдансаңыздар болады. Сосисканы мен 2-ге бөлдім. Сіздер бүтіндей істесеңіздер болады. Және осылай қамырымызды ұзынша етіп кесіп алып, сосискамызды ораймыз. Видеода көрсетілгендей тәсілмен. Артық қамырын алып тастаймыз. Жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шықтым. Және духовкамызда 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Міне достар, пісті, қамыры өте жұмсақ. Ас болсын, менімен бірге болыңыздар. Әзірлеп көріңіздер.